Барлығыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да әріптестермен осы видеолармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге Gymkit атты платформамен таныстырмақшымын. Бұл платформаға сілтемені осы видеоның астында қалдырамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін мінекей осы платформаға кірген кезде сіздерде осындай түрде бет ашылады. Яғни сіздерде бірінші ағылшын тілінде басталады, перевести на русский деп мышканың оң жақ батырмасын басу арқылы перевести на русский дегенді шығара аласыздар. Өстіп, өзіміз білетін орыс тіліне аударып аламыз. Енді бізге кіру қажет. Ол үшін авторизоваться деген батырманы басамыз. Яғни өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кіре аласыздар. Немесе мына жерде қайттан новый аккаунт создавать етуге болады. Бірақ мен сіздерге Google аккаунтпен кіруге кеңес беремін. Өздеріңізге қажетті аккаунтты таңдайсыздар. Неге Гүлана Омарбекова деген таңдадым. Енді кіруді күтеміз. Міне өзіміздің жұмыс орнымызға доступ берілді. Бұл жерде енді жаңалықтарын көрсетеді. Әзірге жаңалықтар керек емес. X батырмасын басамыз. Бұл біздің жұмыс столымыз. Енді қараңыздар, бұл жерде негізінде тегін бізге 3 шаблон беріледі. Қалған күшті шаблондарды қолдану үшін ол ақылы. Бірақ 14 күнге сіздерге тегін сол ақылы программаларды, яғни ақылы шаблондарды, оның ішінде күшті ойындар бар. Соны егерде қолданғыларыңыз келсе, 14 күннің ішінде тегін қолдана аласыз. Ары қарай ақылы түрде болады. Меніңкі енді 9 күннен кейін бітеді. Енді алдымен сіздер мысалы комплекті деген жерге кірсеңіздер, бұл жерде өздеріңіздің жұмыс тапсырмаңызды осындай комплектте сақтап қойды. Мысалы информатика дегені сақталып тұр. Енді бізге жаңадан задание құрастырайық. Ол үшін новый комплект дегенді басасыздар. Яғни бір папка ретінде сақтап отырамыз. Оны мысалы біз атауын математика деп берейік. Мысалы математика мұғалімдер болатын болса, язык казахский, соны таңдасаңыздар болады. Немесе мінекей казахский дегенде шықты. Ағылшынша жазған кезде шығады. Келесі предмет енді бізде информатика емес, бізде математика деген қажет. Мінекей математика деген таңдайсыздар. Следующий деген батырманы басамыз. Осы жерде енді обложкасын таңдау қажет. Осы жерден мысалы маз деп жазып көрейік, сол кезде бізге шығарып беретін шығар. Enter батырмасын басамыз. Математикаға байланысты өзінің суреттерін шығарып берді. Мысалы мына бір суретті алайық. Енді біздің яғни математикаға байланысты сұрақтарымызды енді ішіне енгізу үшін неке өзі автомат түрде шығарып береді. Добавить вопрос дегенді басасыздар. Осы жерде сұрақ қоясыздар. Мысалы енді кез келген бір сұрақты қояйық. Сұрақ деп жазасам, өздерінің сұрақтарын енгізесіздер. Бұл жерге дұрыс жауабы. Дұрыс. Мына жерде қате. Мында қате жауаптарын енгізесіздер. Енді мен мысал ретінде сіздерге өсіп енгіземін. Бұл жерге фото добавить етсе болады. Неке осы жерден загрузить арқылы өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі фотоны қоя аласыздар. Мысалы кез келген. Мына бір суретті алсайық. Мысал ретінде. Осы сіздердің сұрақтарыңызға байланысты суретті қойып қойсаңыз болады. Одан кейін осы сұрақтарыңызды және де жауаптарын енгізесіздер. Аудио қойсаңыздар болады. Аудио сұрақ ретінде. Сосын тағы да жауаптарын енгізесіздер. Добавить деген батырманы басамыз. Неге келесі сұрақ кетті. Енді егер осы сұраққа ұқсас сұрақ болатын болса, копировать етеміз. Және де өзгерту үшін мұна редактировать дегенді басамыз. Осы жерде өзгертеміз. Мысалы, суретті алып тастау қажет бізге. Алып тастадық. Мұнда қате жауабы, мұнда болу үшін үстіне басамыз. 2 дұрыс жауап болса болады. 2 дұрыс жауабы, 2 қате жауабы деген сияқты. Сохранить деген батырманы басамыз. Осындай түрде құрастыра аласыздар. Енді бұл жерде карточка арқылы да құрастыруға болады. Творите из карточек дейді. Енді біз создать карточек дегенді басайық. Бұл жерде сұрақ. Мұнда жауаптары. Бұл жерге тіпті мынандай өздерінің несін қойса болады. Өзінің клавиатурасы шығады. Егер сіздерге яғни математикаға қажетті мындай формула қажет болатын болса, осы формуланы да қолдана аласыздар. Мысалы, түбір астында бірінге лямбда дегенде 45, 54 қосылған деп кез келген бір санды қоя аласыздар. Вставить дейтін болсақ, мінекей. Сұраққа аудио қоса аласыздар. Разрешить деген қоямыз.
мінекей сообщение беріп жатыр, яғни балалар, сендерге бүгінгі сабақта сұрақ осындай да осындай. Оставим дедік, сохранить деп қосайық. Бұл сохранение болды. Енді мінекей осының барлығын толтыру қажет бізге. Создавать деп атамыз. Бізде карточкалық сұрақ пайда болды мінекей. Бір-бірден, яғни карточкалық сұрақ дегеніміз бір моментте өте көп сұрақтарды қосу. Бұл жерде енді сотрудничество с KitLab деген бар. Бұл дегеніміз, осы мына жерде сілтеме беріледі. Сілтемені көшіріп алып, басқа да әріптестермен бірге сұрақтарды енгізе аласыздар. Жалғыз өзіңіз емес, уақытты үнемдеу үшін басқа қатысушылар, мысалы оқушылардың сұрақтары, егер қосатын сұрақтары болатын болса, немесе басқа әріптестеріңіз дайын сұрақтарын қосқысы келсе, осында бірігіп жұмыс істей аласыздар. Бірге сұрақ құрастыру мүмкіншілігі бар. Осыны копировать ссылку арқылы жібересіз, немесе QR-кодты жіберу арқылы басқа әріптесіңіз сізге қосылады осы платформаға және бірге сұрақтарды құрастыра аласыз. Добавить из банка вопросов деген бар. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз, жаңағыдай, егер дайын сұрақтарды алғыңыз келсе, мінекей басқа да әріптестеріңіздің құрастырған сұрақтарын қараластырып, былай ақырын мышканы апарсаңыздар, мінекей сұрақтары шыға келеді. Мысалы, мына сұрақ ұнап тұр, осыны өзімізге добавить ету үшін плюс батырмасын қоясыздар. Мысалы, мынау плюс батырмасын, мынаны да қосайық дегендей. Келесі математикада мына кісі 13 сұрақты қосыпты. Қазақша бар екен, қазақша сұрақтары. Осындай түрде уақытты үнемдеу үшін бұрын бізге дейінгі әріптестер жасап қойған осы сұрақтарды қолдана аласыздар мінекей. Плюс батырмасы арқылы өзімізге қосып алдық. Өзіміздің наборымыздан біз бұрындары информатика дегенді қостық, және де мінекей математика дегенді қосып тұрмыз. Бұл бізде міне добавить из банка вопросов дегеннен шығады. Және де импорт из электронной таблицы деген бар. Егер де сіздер Google кесте арқылы, яғни мәліметтерді енгізіп қойсаңыздар, оны осы жерге импорт жасау арқылы жасай аласыздар. Немесе егер де Excel-де болатын болса, загрузить файл деп, осы жерде Excel-ден дайын сұрақтарыңызды енгізе аласыздар. Осындай мүмкіншіліктері қарастырылған. Енді біз сұрағымызды дайындадық, все сделано дегенді басамыз. Математика деп шыға келді. Енді играть в прямую дейік. Мінекей мен сіздерге айтқан шаблон осы. Мына избранныйдағы шаблондар, мінекей 2D режимдағы шаблондар, бұл негізінде ақылы. Бірақ 9 күн, 14 күнге сіздерге тегін ойнап көруге, ішінде сіздерге ұнайтын болса, ары қарай сатып алуға мүмкіншіліктері болады. Ал негізінде мына классический команда дегендері бізде тегін беріледі. Енді осы жерден таңдайық. Мысалы, мынау классический таңдап көрейік. Мінекей классик деп шықты, продолжить деген батырманы басамыз. Бұл жерде енді уақыт берсек болады, 10 минут ішінде ойнап, кім сұраққа дұрыс жауап беретінін көреміз. Яқты өзінің ары қарай мінекей присоединяйтесь поздно, яғни бірден ойынға қосылмаған оқушылар немесе студенттер кейін ойын басталып кеткеннен кейін де осы программаға қосыла алады. Ары қарай продолжить батырмасын басамыз. Қазір ойын басталады. Ойын басталу алдында бізге сілтеме беріледі. Сол сілтемені сіз қатысушыларға жібересіз мінекей. Мында мінекей Gymkit join дегенге кіру қажет. 234-302 дегенмен кіреді. Мысалы, біз осы сілтеме арқылы кіріп көрейік. Мінекей. Кірген кезде ода не көрінетінін көрейік. Мінекей. Присоединиться деген батырманы басасыздар. Атын енгізсін, мысалы, аты Гүлдана. Присоединиться. Енді мынаяқта қазір бізге көрінеді. Мінекей. Бірінші игрок Гүлдана деген енгізілді. Енді бұл жерде оқушының страницасына мінекей осы көрініп тұрады. Приготовься деп тұр. Енді біз мынаяқтан бастаймыз дегенше күте тұрады. Және тағы да өзімнің сотка арқылы тағы да бір ойыншыны кіргізейік. Мінекей 2 игрок бізде кірді. Енді начать игру. Бұл біздің жұмыс столымыз бақылап отырады. Дауысын өшіріп қойсақ та болады, мінекей. Дауысын өшіріп қойсақ та болады. Ал мінекей біздің қатысушыда осындай сұрақтар көрінеді.
яғни 10 бөлінген 5. Жауабы 2. Яғни ақша алуда. Келесі, продолжить. Сұрақ, мысалы, дұрыс. Магазин деген басы өзіне, мысалы, бонус ретінде сатып алатын дүниесі бар. Вопросыға керек. Запишерлайтер, яғни балалар түсіндіруге осы сұрақтың алдындағы сұрақта бізде звуковой запись арқылы енгізілген сұрағымыз воспроизведение жасалынды. Қате болса, мінекей доллары алынады ақшасы. Осылай ойналады. Ал енді біз бұл жерде қарап отырамыз. Кімнің бірінші келатқан, кімнің екінші келатқан. Енді біз ойынды аяқтайық. Бұл жерде 10 минут беріледі ойынға. Егер біз білсек болған. Оқушыда былай көрінеді. Бірінші болып тұрған Гүлнара, екінші Назерке. Қанша сұраққа дұрыс жауап берді, қанша сұраққа дұрыс жауап бермеді, осының барлығын көрсетіп тұр. Первый $2 жинады. Осындай түрде оқушыда көрінеді, мына бізде көрінеді. Одан кейін посмотреть отчет деп тағы да қарай аламыз. Бұл жерде оқушылардың ең көп сұрақтан, қай сұрақтан қиналғанын көре аламыз. Егер көптеген оқушы бір сұрақтан қайда қателесе беретін болса, онда осы сұрақты ортаға алып талқылауға мүмкіншілік береді. Мінекей. Осы сұрақтардың ішінен қайсынан көп қателескен көрсетеді. Мысалы, мына сұрақтан қателескен екі оқушыда, сол үшін осы сұрақты ортаға алып талқылауға болады. Енді бұл жерде обзор учащихся деген бар. Назерке 0 дұрыс сұраққа жауап бермеді, 2 сұрақ да қате болды. Гүлдана 3 сұраққа дұрыс жауап берді, 2-і дұрыс болмады дегенде. Быстрая статистика деген бар. Бұл жерде де точность 43% деп өзінің статистикасы бойынша көрсетеді. Енді мына оқушының өзіне басатын болсақ, қай сұрақтан дұрыс жауап берді, қай сұрақтан дұрыс емес жауап берді, көре аласыздар. Назерке, мысалы, мына 10 дегендерге вообще сұраққа жауап бермеді, мына сұраққа жауап берді дегенде. Екеуіне де дұрыс емес жауап берген. Осындай түрде көре аласыздар. Қараңыздар, Гүлдана деген кезде дұрыс емес жауап берген. Мынаған дұрыс жауап берген, мына сұраққа дұрыс жауап берген, мына сұраққа дұрыс жауап берген. Барлығын осындай түрде көріп, точность 60% деп тұр. Енді бұл университетте оқитын, балловый системада оқитын адамдарға өте жақсы, яғни бірден балын осындай түрде қойып бере аласыздар. До конца жаңағыдай сабағын өткен кезде. Енді қайтадан біз мына Джимкит дегенге кіріп, бұл жерде ойын жаңағы бізде классикалық сұрақ жауап ретінде болды. Енді біз кәдімгідей геймификация әдісін таңдайық. Геймификация әдісі, мысалы, мынаны таңдаймыз. Снежная драка деген таңдайық. Үстінен басасыздар, мынаяқта шығады снежная драка деп. Сосын продолжить деген батырманы басасыздар. Минутасын болғанда 10 минут берейік, кішкене балалар көріп қызыққанына уақыт беру қажет. Команды деп тұр. Бесплатно барлығы қоса алады. Продолжить деген батырманы басамыз. Жаңағыдай тура бізге код беріледі. Сол код арқылы кіреміз. Мына Гүлдана Омарбекова деген бұл бақылаушы, яғни мен болып табыламын. Өзім былай бақылап, жаңағыдай игроктарды қарай аламын. Кім қайда кетіп баратыр, кім не істеп жатыр деген сияқты мұғалім бақылаушы болып осы жерде тұрады. Ал енді біз тағы да бұл жерге өзіміздің қатысушымызды кіргізейік. Атын біз Альфия деп қояйық мысалға. Присоединиться. Альфия бізде енгізілді. Кірді Альфиян. Бұл қатысушының өзінің жұмыс ойын алаңы, осылай түрде ол қозғалып сұрақтарға жауап береді. Енді біз бір қатысушыны қостық. Мына біздің өзіміздің басты мәзіріміз начать игру деп батырманы басамыз. Осындай түрде біздің ойынымыз басталады. Яғни Гүлдана Омарбекова деген бұл бақылаушы ретінде қарай аласыздар. Басқа оқушылар қандай бөлімге келді, не істеп жатыр деген сияқты немесе өздеріңізде ойнауға мүмкіншілік бар. Ал енді оқушымыздың, яғни қатысушының
ойын жұмыс парағын көретін болсақ, ол да осылай жүре алады, қарайды, қандай уровеньдерді өтуге болады, не жасауға болады деген сияқты өзінің жұмыс аймағында осылай жүреді. Бұл жерде енді мысалы медицинский пакет дегенді алу үшін оған 10 снежок керек. Ол үшін әрине ол сұраққа жауап беру арқылы, алтын екіге бөлсем, мысалы 3 деген сияқты дұрыс жауап беру арқылы өзіне снежоктарды жинайды. Осы снежоктарды жинау арқылы өзіне қажетті дүниені ала алады. Бұл дегеніміз баланың ынтасын осы сабаққа деген қызығушылығын арттырады және де еш қиындықсыз сұрақтарға жауап беруге ұмтылады. Осындай түрде өзіне қажетті дүниені алды, ары қарайды тағы да аралап көреді. Егер қызықты тағы дүниелер болатын болса, осы геймификация әдісі арқылы көптеген тапсырмаларды орындай алу мүмкіншілігі туындайды. Егер де осы видео пайдалы болса, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, басқа да әріптестермен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.